Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі жаңа жылға арналған елка салатымыздың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге тауық еті, жұмыртқа, картошка, сәбіз және қияр қажет болады. Қиярды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Бізде тұздалған қияр қосатын боламын, немесе свежийін қосуға да болады. Бізде тауық еті үйдің тауығы, сол үшін қып-қызыл болып, әдем болып пісті. Қайнатып алып, майдалап турап, ыдысымызға салып алдым. Енді теркадан сәбізімізді өткізіп аламын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Көбіктап турауға да болады. Ол кезде де өте дәмді, әдем болып шығады. Осылай сәбіздерімнің барлығын өткізіп алдым. Енді картошкамызды өткіземіз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Картошкамыздан кейін қиярымызды өткіземін. Барлығын осылай өткізіп, дайындап алдым. Жұмыртқамызды теркадан өткізіп дайындап алдым. Және де кішкене көк пиязымызды майдалап турап алдым. Ол әсемдік үшін 3 қасық жүгері де қосып жібердім. Енді майонезімізді, тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламын. Ерекше, өте ерекше, дәмі деген керемет болып шықты. Достар, жасап көрсеңіздер болады. Жаңа жылға дастарханның сәнін келтіреді. Осылай салып, барлығын араластырып алғаннан кейін кондитерлік пакет алып, сол пакеттің ішіне салып алдым. Елканың көлемін жасау үшін осылай барлығын салдым. Сіз қажетінше жасай бересіздер. Мен бір тарелкалық жасадым. Елкамыз дайын. Енді әсемдік үшін бетіне жұмыртқаларын жағып шығамын, аппақ қылып. Елкамыз дайын болды. Енді шет-шетіне көк пиязымызды шашып шығамыз, немесе укроп шашсаңыздар да болады. Елкамызды әсемдеу үшін өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша жасай бересіздер. Мен жүгері және де болгарскийларды әсемдік үшін қойып шықтым. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта да өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Сандуғаш. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.